Бала шайтан нанын қалай ақтады. Таңғы асын ішпестен қолына 2 үзім нан алып кедей мұжық жер жыртуға шықты. Соқаға атын жегіп, заттарын бұта түбіне қойды. Күлшені де сол жерге қойып, бетін шапанының ұшымен жауып кетті. Біраз жер жыртқан соң атының шаршағанын көрді. Оны соқадан шешіп, біраз жайылсын деп отқа қойды да, өзі әлгі бұтаның түбіне келді. Шапанның ұшын көтеріп еді, наны жоқ екен. Әрі іздеп, бері іздеп таппады. Шапан әрі сілкіді, бері сілкіді, бірақ нан жоқ. Аң-таң болды. Бұл өзі бір қызық іс болды-ау деп ойлады ішінен. Мұнда ешкім келген жоқ, нан қайда кеткен? Мұжық жер жыртып жүргенде, оның нанын шайтанның баласы ұрлап алған еді. Ол бұта түбіне отырып, қазір мұжық қарғап-сіленеді, нанды алып кетті деп, әйтеуір біреуді боқтайды, менің айызым қанады деп дәмеленіп күтіп отырды. Бірақ мұжық жомарт екен. Ол өзін қайрап, жә, аштан өлмеспін, мүмкін қарны ашқан бір мүсәпір амалдың жоғынан алған шығар. Ендеше ас болсын дейміз, басқа не дейміз? Тәбеті ашылсын, Құдай оған қуат берсін. Ал біз суға да тоямыз деп, құдыққа қарай беттеді. Шелектегі суды қанғанша сімірді де дем алды. Сәлден соң қайта тұрып жер жыртуға кірісті. Бала шайтанның дегені орындалмай, қарапайым мұжыққа күнә істете алмағаны жыны қайнады. Ібліске барып болған жайды баяндады. Мен оның нанын алып қойдым, ол қарғап-сілеудің орнына маған тәбеті ашылсын, ас болсын деп бата берді, бұл қалай деді бала шайтан. Ібліс аузынан заһарын шашып ашуланып. Мұжық азғырғаныңа көнбей, саған үстемдік көрсетіпті. Демек сен әлсізсің. Осы бетімен кете берсең, барлық адам біздің азғыруымызға көнбейді. Онда бізге өмір сүрудің не қажеті бар? Мұны қалай қалдыруға болмайды. Сен қайтадан барасың да, ана мұжықты азғырасың, сөйтіп наныңды ақтап аласың. 3 жыл ішінде ол мұжықты жеңе алмасаң, біз сені өлтіреміз, түсіндің бе? Бар жоғал деді. Бала шайтан қорқып кетіп, жер бетіне жүгіріп келді. Мұжықты азғыруды амалын ойлай бастады. Әрі-бері теңселіп жүрді де, бір кезде тапқандай болды. Сөйтіп, жас жігіттің бейнесіне еніп, мұжықтың қарамағына жұмысшы болып жалданды. Ол келе сала мұжыққа егін егудің сырларын үйрете бастады. Қуаңшылық жылы саз жерге бидай екті. Сол жылы мол өнім алып, мұжық байлыққа батып қалды. Ал көрші диқандардың еккен егіні ыстық күннің астында қурап тұрды. Бұл жылы өнімді көп алған соң мұжық тағы да жас жігіттің кеңесіне құлақ түрді. Жас жігіт жымиып қойды да, биыл жауын көп болатын сияқты, егінді қырға ек деп кеңес берді. Айтқандай сол жылы жаңбыр мол, ылғал көп болды. Сазға еккен жұрттың бидайы артық ылғалдан көгеріп шіріп рәсуа болды, ал мұжықтың адырға еккен бидайы тағы да бітік шықты. Оның қамбасы толып, бидайы сыртқа төгіліп жатты. Енді артық бидайды не істерін білмеді. Жас жігіт оған артық бидайды ашытып, одан сыра, арақ жасауды үйретті. Осыдан кейін мұжықтың үйі көпшілік жиналатын шарапханаға айналды. Жұрттың бәрі соның үйіне жиналып, арақ сыра ішетін болды. Осы кезде ғана жас жігіт бет-бедесін шешіп, бала шайтанға айналды да масаттанып қуанды. Өз жетістігін жеткізу үшін асыға басып, баяғы басшы шайтанға жүгірді. Оған өзінің баяғы 2 үзім нанын қалай ақтағанын баяндады. Ібліс бәрін өзі барып көрмек болды. Олар мұжықтың үйіне келсе, өңкей тұрмысы жақсы, байлар жиналып арақ ішіп отыр екен. Мұжықтың әйелі қонақтарға арақ тасып жатып, сүрініп құлап кетеді. Стақандағы арағын төгіп алды. Мұны көрген күйеу әйеліне: «Ей ақымақ, сен не, жуынды тасып жүрмедің, көзіңе қарамайсың ба? Бар байлықты жерге төктің ғой» деп айқайлады. Бала шайтан іблістің шынтағынан түртіп қалып: «Қара, бұрын ол 2 үзім нанның өзін садақа дейтін, қазір құлап түскен қатынның денсаулығын сұраудың орнына төгілген араққа қайғырып жатыр» деді. Бір кезде мұжықтың үйіне бір кедей келеді. Жан-жағына қараса, жұрт арақ ішіп отыр екен. Кедей 1 үзім нан сұрады. Мұжық оған: «Мен сенің жарылқаушың емеспін, жоғал» деді. Бала шайтан тағы да ібліске сыбырлап: «Бұрын бұл қарны қатты ашса да 2 үзім нанны біреуге беретін жомарт еді. Енді қара, байлықтың қалай бұзғанын. Бұл еш нәрсе емес, қазір онан да зорын көресің» деді.
Мұжық қонақтарымен арақты ішіп біраз жерге барды. Бір-бірін өтірік мақтай бастады. Ібіліс риза болды. Өтірік айтылса жаным кіреді. Осылай түлкіге ұқсап жылмаңдап бір-бірін алдай берсе, әрі қарай азғыры жеңілдеу емес пе деді. Бала шайтан тағы да жымиып. Кішкене күте тұр. Қазір бұлар біз араласпай-ақ бірін-бірі түтіп жейді. Арақтан тағы да бір-екі сімірсін, сосын олар қасқырға айналады деді. Айтқандай бәрі тағы бір стақанның арақ ішіп еді. Дауыстары зорая бастады. Бұрынғы әдемі жұмсақ сөздердің орнын енді боқтық һәм дөрекі сөздер басты. Арты ерегіске ұласты. Бір-бірінің жағасына жармасып төбелесе бастады. Қонақтарын ажыратпақ болған мұжықтың өзін де сабап тастады. Ібіліс одан сайын риза болып, қолын шапалақтады да, «Я, бұлардың төбелескені жақсы, құмарым бір қандау» деп шықылықтай бастап еді. Бала шайтан, «Тоқтай тұр, бұл әлі ештеңе емес, қазір олар татуласып тағы бір стакан ішсін, сосын қызық басталды» деді. Үйдегілер төбелесті тоқтатып, дастарханға отырып татуласқандай болды. Сол татулық үшін деп үшінші стакан төңкеріп еді, естерінен толық айырылды. Әбден босаңсып, біреу жылады, біреу айқайлады, бір-бірін тыңдайтын шамалары болмады. Содан сүрініп-қабынып сыртқа шықты. Далада батпақ екен, әбден масайған қонақтар орнынан тұра алмай аунай бастады. Мұжықта батпаққа аяғы тайып тұмсығымен шалшық суға былш ете қалды. Үсті-басының бәрі былғанып, ақырында шошқа ұқсап қорсылдап жатты. Ібілістің көздері жайнап. «Адамның адамдықтан азғаны осы емес пе? Осы ғой бізге керегі» деді. Бала шайтан, мұнымен әлі біткен жоқ. Қазір мыналарын былғанып, есін білмей үйіне барады. Ұрыс-төбелес үйде жалғасады. Түнімен өксіген әйелдің, жылаған баланың дауысын естіп шығамыз. Үйдің берекесі мен несібесін, Құдайдың оларға берген нығметтерін осылай жоғалтамыз деді. Жақсы ішкілік ойлап тауыпсың. Бұрынғы қателігіңді жудың, ішкілікті қалай жасағаныңды айтып берші. Сен бидайдың суына түлкінің қанын қостың ғой деймін. Басында түлкі сияқты қутыңдап отырды, кейін қасқырдың қанын араластырғансың. Содан бұлар қасқыр сияқты ырылдаса бастады. Соңында доңыз қаны қосылған, шошқа сияқты батпақта аунап жатқанынан бірден білдім. Жоқ, дейді бала шайтан. Мен олай істеген жоқпын. Менің бар істеген әрекетім оған көп өнім алуына көмектестім. Ал әлгі аңдардың қаны адам баласының бәрінің ішінде бар. Нан тауып жеу қиын болған кезде ол білінбейді. Алғаш оның нанын алғанымда ол қызғанған жоқ. Ал байлық біткен соң жүрегінде құштарлық пен іштарлық оты лаулады. Ол кедейге жәрдемдесудің орнына артық ақшасымен көңіл көтеруді ойлап тұрды. Сосын оған арақ ішіп көңіл көтеруді үйреттім. Сол кезде барып оның бойындағы түлкі, қасқыр, доңыздық мінездері бой көтерді. Енді бұдан былай тек ішкілік ішіп жүрсе болды, хайуани мінез оянып шыға келеді. Сол кезде барып Ібіліс бала шайтанын әбден мақтап, оның басына жіберген күнәларын кешіп, оны қарамағындағыларға бастық етіп қояды.